Сәлем баршаларыңызға, сіздермен Айдана. Бүгін пиццаны жасаймыз. Бізге қажет заттар: су, сүт, ұн, жұмыртқа, сары май, дрож, қант және тұз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, оның үстінен бір жұмыртқамызды жақсылап араластырып саламыз. Және де еріген сары майымызды құйып, дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын араластырып, бір қасық қантымызбен дрожжымызды салып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосамыз. Кішкене қою қамыр болғанша венчиктің көмегімен араластырып біріктіріп аламыз. Одан кейін ұнымыздың қалған бөлігін салып, жұмсақ қамыр илеп 30 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 2 бөлікке бөліп суғалар жасаймыз. Қамырымызды жайып шығамыз. Бұл жерде дөңгелек қып жаюдың қажеті жоқ, сопақша етіп жайып аласыздар. Қамырымыздың екі шетін бірдей кесіп шығамыз. Ортасында салмасын салатын жер қалуы қажет. Пиццаның салмасына кетчуп, майонез, шұжық, қызанақ және ірімшікті қолдандым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай басқа да заттарды қолдансаңыздар болады. Пицца алғаш жасағаннан-ақ өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Салмасының барлығын салып болғаннан кейін қамырларды бір-біріне айқастырып түйіп шығамыз. Дайын болған қамырымызды пергамент листің үстіне орналастырып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, 200 градус пеште 30-35 минут аралығында 2 жақ қызартып пісіріп аламыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басқа